Сәлем достар, қысқаша кино арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылымда 2022 жылы жарық көрген Лига монстров мультфильміне қысқаша шолу жасайтын боламыз. Видео басталмас бұрын қазақша контентті қолдап, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Я думал, у меня комплексы, а тут сумасшедший вообще. Заткнись! Ты мне надоел. Ерте заманда жер бетінде тіршілік ететін титандар болған. Олар су астын жанартауларды жарып шығып, адамдармен бірге өмір сүре бастады. Осыдан кейін титандар, яғни қожықтар өздерінің қалаларының атынан рестлингке қатыса бастады. Бұл жарыс монстрлар рестлингі деп аталды. Стокер атты шағын қалашықтан шыққан монстр Ребо осы жарыста жеңіске жетіп, қаласының атын әлемге әйгілі етеді. Алайда қаланың қуанышы ұзаққа созылмады. Себебі монстр Ребо жаттықтырушы Джимбомен бірге теңізге саяхат кезінде із-түзсіз жоғалып кетеді. Арада 9 жыл өтті. Жаттықтырушы Сиги Марлен мен оның Шупастар есімді қобыжығы монстрлар рестлингінде Стокер қаласының намысын қорғап жүр. Олар бүгін король деп аталатын қобыжыққа қарсы ең үлкен белдікке таласады. Шупастар аренаға шыққанда оны жанкүйерлер құрметпен қарсы алады. Төбелес басталды. Бірінші раунд барысында корольдің өз қарсыласынан мықты екені көрініп тұр. Үзіліс кезінде Винни есімді көрермен қыз келіп, Шупастарға корольдің осал тұсын байқағанын айтады. Ол әр соққысының алдында тілін шығарады екен. Осылайша Виннидің кеңесінің арқасында Шупастар жеңіске жетеді. Жеңістен кейінгі сұхбатында Шупастар өзінің бұдан әрі Слизерпул деген қаланың намысын қорғайтынын айтты. Бұл жаңалықты естіген жанкүйерлердің көңіл-күйі түсіп кетеді. Келесі күні әкім қала тұрғындарын жинап алып, оларға қаладағы рестлинг алаңын бұзып, оның орнына парковка салатынын хабарлайды. Себебі қаланың намысын қорғайтын монстр жоқ. Тұрғындардың наразылығынан кейін әкім оларға жаңа монстр табуға 3 ай уақыт береді. Винни атақты қобыжық Реббоның жаттықтырушысы болған Джимбоның қызы екен. Ол әкесінің ісін өлтірмеу үшін жаңа титан іздеуге аттанады. Қобыжықтардың ақша үшін төбелесетін жеріне келіп, оларға ұсыныс тастайды. Алайда олардың бәрі қыздың сөзін күлкіге айналдырып, Стокердің намысын қорғауға келіспейді. Осыдан соң барда отырған қыз сол жерде төбелесіп жатқан монстрларды байқайды. Монстрлардың бірі атақты Реббоның баласы екенін танып қойды. Алайда мұндағы төбелестер көзбояушылық екен. Көк қобыжықтың жеңетіні алдын ала келісіліп қойған. Винни қызыл қобыжықты Рей деп атап, оны танып қойғанын айтады. Алайда ол өзін Стивен деп таныстырады. Осы кезде Стивен абайсызда өз қарсыласын жеңіп тастайды. Осы үшін бастығынан ұрыс естиді. Бастығы оның кесірінен көп ақшасын жоғалтқан. Сондықтан оған тез арада ақшаны орнына қой дейді. Амалы қалмаған Стивен Виннидің ұсынысына келісті. Екеуі бірге Стокерге жол тартады. Стивен жаттығу жасауға құлқы жоқ, жалқау болып шықты. Осыдан кейін ол Виннимен бірге алғашқы жекпе-жегіне шығады. Ол әдейі жеңіле бастады. Сонда Винни оған бұл жерде тек жеңген монстрға ғана ақша берілетінін айтады. Және қарсыласын жеңу үшін одан қашып, оны шаршатып барып жеңе алатынын ескертті. Стивен Виннидің айтқанын орындап жеңіске жетті. Алайда көрермендер бұған риза емес. Жаңалықтардан олардың лайықсыз жеңістерін әңгіме қылып жатыр. Стивен өз жеңісіне мәз, ал Винни бұлай жалғаса бере алмайтынын айтып, оны әкесінің қағазға түсіріп кеткен тәсілдерімен жаттықтыра бастайды. Бұдан да түк шықпады. Артынша Винни Стивеннің сальса биін ұнататынын естіп, оны осы стильде жаттықтыра бастайды. Стивен екінші төбелесінде осы ерекше стильдің арқасында қарсыласын ойсырата жеңді. Осыдан соң екі итке қарсы төбелесте де жеңісті жолын жалғастырды. Осы жеңістерінен кейін жаңалықтарда оларды рингтің сайқымазақтары деп атайды. Стивеннің келесі қарсыласы алып кесіртке. Бұл кездесуге жақсы дайындалғандықтан Стивен жеңіске жетті. Жаңалықтарда олар Стокердің атын қайта жаңғыртамыз деп жариялайды. Стивеннің келесі қарсыласы Шупастардан жеңіліп қалған король еді. Кезекті жаттығуларына келгенде аренаның орнына парковка салынайын деп жатқанын естиді. Олар асыға әкімге барып, өздерінің корольмен жекпе-жек белгілегендерін, сондықтан аренаны орнында қалдыруын өтінеді. Алайда Шупастар күліп, король туралы соңғы жаңалықты көрсетеді. Ол жекпе-жектен бас тартқан екен. Осылайша әкім келісім шартқа қол қойды. Осы жағдайдан кейін Винни осыған дейінгі жинаған ақшаларын Стивенге беріп, оны ауылына қайтарды. Стивенді бастығы қуана қарсы алады. Винни аренаға мұңды көздерімен қарап отыр. Осы кезде күтпеген жерден Стивен келді. Және оған өзінің жоспарын айтты. Ол аренаны құтқару үшін Шупастарды жекпе-жекке шақырмақшы. Келесі күні Шупастар мен менеджері аренаны бұзбақшы болды. Бірақ бұларынан түк шықпады. Себебі Винни жарылғыштардың сымын үзіп тастаған. Және Шупастардан бұл аренаның көзін құртуға неге құмарсың деп сұрайды.
Сонда шупастар осы арқылы Рэббо мен Джимбоның атын өшіргісі келетінін айтты. Осы уақытта Стивен өзінің Рэббоның ұлы Рэй екенін жариялады және шупастарды жекпе-жекке шақырды. Шупастар болса оны қабылдады. Осы жағдайдан кейін Стивен осы жекпе-жекке барын салып дайындыққа кірісіп кетті. Белгіленген күн де жетті. Шупастарды сатқындығы үшін көрермендер наразылықпен қарсы алды. Бірінші раунд. Шупастар алғашқы соққысымен-ақ Стивенді нокдаунға жіберді. Абырой болғанда Стивен есін жинап алды. Екінші раунд. Шупастар Стивеннің би әдісін өзіне қолданып, ол тағы өліп таяқ жеді. Осы кезде Винниге шупастардың менеджері келіп, өздігімен берілмесе шупастардың жағдайы мүшкіл болатынын ескертті. Винни ақ орамал тастамақшы болғанда Стивен оған қарсы болды. Стивен жекпе-жектегі алғашқы соққысын жасады. Жекпе-жек одан әрі қыза бастады. Шупастардың қармауыштарын қағып алып, оны бағанаға байлап тастады. Осыдан кейін оның үстіне секіреді. Мұның нәтижесінде екеуі де талып қалады. Шупастар алғаш болып есін жиып кетеді. Ал Стивен жанкүйерлердің қолдауымен жігерленіп, қайта тұрып, шупастардың тас талқанын шығарады. Осылайша олар Стокер аренасына аман алып қалды. Осымен мультфильм де өз мәресіне жетті. Достар, егер де видео ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Және де келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Сіздермен болған қысқаша кино.